Nurtada, Қазақ баяғы Нұртада 1923 жылы 18 майда Батлағошқа деген жерде туған. Сол жерде балалық шағын 15 жасқа дейін сол жерде балалық шағын өткізген. Айтпай деген жерде. Содан Піренже қалқасына көшіп келген үйдері. Яғни Піренже деген мына Бозгордонда мора бар ғой. Сол жер Піренже деген жер. Сол жерде 19-да сол жерде болған, жасы 19-да күзді күні армияға алынған. Сол армиядан, қазардан армияға аттанған, содан 1940 жылы армияға алға болады. Сөйтіп сол оларды Латвияның Рига деген қаласына барған. Сол жерде жүріп бастаған. Күзді күні барған ғой. Енді қыс өтіп, жазда уже соғыс басталған, 6 айдан кейін. Сол Ригада әлепке, сол немістер жеті ғой Рига деген, Россияның. Содан соғыс басталған, бірінші соғысқа араласқан ғой сол жерде. Бұл кезде біздің армиямыз әлсізде болған, сонымен шегіне Киевке қарай қашқан, бері Украинаға қарай, Украинаның бәрі сол Советскийді қарамағанда болған сол кезде. Белоруссия, Латвия бәрі. Сонымен 3 жыл соғыста болған, 2 рет жараланған, аяғынан жараланған әдепкіде. Сонымен жазылып қайтадан соғысқа барған. Сол 3-ші соғысқа қатысқанда қолынан айырылған 43 жылы. 2 ай Иркутск деген жерде бәлісіп жатқан, сол қол қыламын деп емдеген болмағаннан кейін таза мына жерден кескен қолды, бір қолда сүйетін айырылған. Сөйтіп 43 жылдың ноябрь айында ма елге оралған. Сонымен 43 жылдың 44-тің басында үйленген біздің шешемізге Айбат қыз Шамшыраққа. Сонымен 44-ші жылдың күзінде қызды болған Бұғыбайдың алдында. Айтаудымен жасы 44-ші жылы. Ол бала қыз бір жасқа келгенде қайтыс болады. Содан кейін Бұғыбай ғой, содан кейін мен. Негізі шешеміз 10 құрсақ көтерген ғой. Соның 3-еуі қайтыс болған, 7-еуіміз бармыз. Қарғаспен 4-еуі кетті ғой. Өзі 42 жасында қайтыс болды. Тамақ аурудан. Шешеміз қайтыс болды 42 жасына дейін 10 бала туған. Сонымен қазір біз 7-еуімізден көрген немере шөберелеріміз бар жалпы. Сонымен қазір бір талай болдық осы. Бәрін есептеген жоқпыз. Кеше айтып жатыр ғой, есептегендер жаңағы. Мен өзімде енді өзімнен төлегеннің өзі 30 жасқа барып жатқанбыз. Мен балдарымнан неткенде. Сонымен елге оралып 1900 неше түрлі жұмыс жасаған, совхозда бригадир болған, тексеру комиссиясы болдым дейді. Жаңағы прием не болған, астық қабылдайтын. Кейін осы совхоз, аршын совхоз болған кезде совхозда заправщик болды ол кісі. Бір қолымен май беріп тұр жаңағы. Одан кейін жаңағы совхоздың күрішін екті, біздерді көмекке алып. Біздер мектеп бітірдік қой енді бірте-бірте, 60 жылы мен бітірдім. Содан кейін сол күрішке көмектесіп. Содан 60 жылы ма, пенсияға шықты. Содан біздің арамызда жүрді. Бір рет үйленген, бірақ ол адам дұрыс болмай, оны апарып тастады. Онда сөнен қыз еді. Шешеміз мен 70-ші жылдар үйленген ау. Мен кетсем үйде екен, сол 6-7 жыл кетті, науқасы бар екен. Кетіп бара береді да, соны апарып тастады. Танитын адамның несі екен жаңағы. Бұл кезде үлкен ағамыз бар еді, сол айтты, мына болмайды, бір күндер жүріп қалды. Кетіп барады өзі, ұйлап кейде. Соны оны үйіне апарып тастады. Соны 2001 жылы, 2001-де майдың нешесі дейін, 11 ма, 17-сі күні ма, қайтыс болды жоқ. Туған күні жетпей кетті ғой. Туған күні
18 may деп отырмыз, 20 ма 18 may, майдың шығуы. Сонымен сол, оның өмір баяны. Заттар бар ма соғыстан алып келген? Ой, заттар білмеймін. Киім? Не алып келеді? Киім оның тұлбы көзгеде киім тұрмайды ғой оның. Анау костюм бар еді, өзі киім жоқ, ордені бар, ана келін алып кетті, тарихшы онда. Нұртай деген еді. Сонда, медальдары бар еді ғой, бәрін сол алып кетті. Ондай хаттары, сондай суретке түсіріп алатын. Майда сүгіреттер бар еді, бәрін білмеймін, аяқтан жүгіріп оны. Кешегі есі бар ғой, соны сүгірет түсіріп алса екен, орден.